Аманмыз, мен Гүлмира Енгазиевна, Ноғай ел балалар бауының тербиялаушысы. Біздің Ноғай ел балалар бауында 2018 жылда республикалық конкурста қатынасқанбыз біз. Ең сонда бізге тиісті болды сосы ойынлар комплекті. Ол ойынларды шығарған ойлап Вячеслав Вадимович Воскобойевич. Оның ойынлары бек қызықлы. Махачкала қаласында біз оның семинарында қатынастық. Ол 2 күндік семинар бізге озғарды. Ол семинарда ол өзінің ойынларын, мәнесін қайтып ойнайтағанын көрсетті. Онан соң біз келіп, бірнеше тербиялаушы болып біз онда қатынасқан едік, келіп, оларға сол ойынларды мастер-класс етіп көрсеттік. Біздің тербиялаушыларға бек ярады ойынлар. Неге десе, ол ойынлар балаларды ойландырып, білімлерін тереңдетеді оларды логикалық яқтан бастарын ішлетеді, тіл байлықтарын өстіреді. Онан соң 2019 жылда біз бұл ойынларды районный мастер-класс етіп, семинар етіп, сонда көрсеттік. Район тербиялаушыларға да бек ярады ойынлар, олар қызықсынып ойнадылар. Бұл ойынларды балалармен біздің тербиялаушылар әр дерісінде де қолданадылар, ішлетеділер. Ол ойынларды ябыстырамыз біз міне бір қалшаға, бұл қалша айтылады бізде фиолетовый лес деп. Фиолетовый лес деген күлгін түслі ағашлық, ноғайша айтқанда. Мысалы, біз есаплау дерісінде сан үйретек заманда балаларға айтамыз. Міне кірпі ағашлықта енады шайтан құлақлар. Онсоң олар балалар саладылар әкеліп. Қая санайық енді балалар? 1, 2, 3 шайтан құлақ, 4 шайтан құлақ. Балалар санайдылар. 5 шайтан құлақ. Ендігі табыңыз санды. Олар табадылар 5 деген санды. Саладылар кірпідің янына, шайтан құлақлардың янына. Онан соң, мысалы, құслар. Күзде құслар елі яқларға ұшадылар дейді. Құслар елі яқларға ұшып бара жатырғанын олар әкеліп түрлі-түрлі құсларды әкеліп саладылар. Тек онда құслар қайсылары елі яқларға ұшатағанын балалар көрсетеділер. Күз күнінде біз күздің белгілерін қайдан білеміз деп сорасақ, балалар айтадылар. Япырақлар сарғаядылар, о япырақлар ерге түседілер. Күз күнінде бек суық болады деп, олар аңлатадылар елдің заманын. Зовут меня Залина Жахматовна. Я работаю в нашем саду с момента открытия. Наш сад большой, огромный, красивый. Мы очень рады, что наш сад называется именем Ноғай ел. Очень гордимся этим, потому что это название как бы нашего ногайского народа. В этом саду я веду кружок гимнастики уже 5 лет. Дети занимаются очень хорошо. С каждым годом количество прибавляется наших детей. Веду кружки для подготовительных старших групп. Дети старательно занимаются. Я рада, что наши дети пойдут в большой спорт, если так будут себя вести, так будут заниматься. Я этим горжусь. Хочу пожелать команде Достлар ТВ больших удач, везения, успехов в их начинаниях, чтобы это телевидение никогда не прекращало свою работу, потому что мы гордимся их делом и желаем им всего самого хорошего.
Amansız ba sığı tele qarawşılar. Bugün bizge Dostlar televideniyesi kelgen konakka. Мен Юнусова Наида Казмагомедовна детсад Ноғайелдің заведующие. Бізге детсадқа 400-ден артық бала үйреді. Біз ол балалардың бәрінде Ноғай тіліне үйретпеге шалысамыз. Воспитательлер әр занятиесін Ноғайша жүргізтеді. Бізде қырынан әлде борьба, воскобовича, гимнастика, пластилинография, шахматы занятиялар жүріледі. Достар телевидениесімен әлі де көріспеге, әлі де құллықлар етпеге шалысармыз деп ойлаймын. Сіздің бәріңізді де Достар телевидениесіне подписываться еттіңіз деп тілеймін. Бізден Достар телевидениесіне yorаймын, әлі де үлкен үстемліклер, құллықлары әрі жүрсінлер, бізді өзлерінің құллықларымен сүйіндіріп тұрсынлар. Ondan da көп түрлі телеберулер Достар ТВ каналда. Жазыламыз, қараймыз.